Қайырлы күн достар, міне бұл 164 FML штанговый мотор балансыраушный балымен. Енді өздеріңіздің сұрауларыңыз бойынша коробканы шешіп барлығын көрсететін боламын. Енді бұл барыста қалай шешкен оңай, қалай ыңғайлы, әрқайсысы шешілген запчастардың қандай рөлі барлығын айтып отыратын боламын. Каналға тіркеліп жазылып алыңыздар. Қазіргі кездегі қытайский мотоциклдерден, яғни моторынан екі бөлек ток шығады. Бұның біреуі мотоцикл үшін негізгі ток, яғни свешке, линияға ток берсе, енді бірі скоростьті ғана көрсетуге жұмыс жасайды. Енді бұл барыстағы мотоциклдің динамодан свешке дейінгі ток жолы деген арнаулы видеомыз бар. YouTube каналға салып қойғанбыз. Енді бұл динамоны қалай тексеруге болады? 4 сымдық динамо қандай, 5 сымдық динамо қалай, оларды бір-біріне қалай ауыстыруға болады, және оларды қалай тексеруге болатыны туралы видеолар YouTube каналға салғанбыз. Каналға өтіп, сол арадан динамо туралы, динамо ток жолы туралы видеоны көре аласыздар. Ал енді екіншісі скоростьтың ток жолы. Қазіргі кездегі қытайский мотоциклдер 5 скоростьті болып келеді көп жағдайда. Енді нейтралкамен қосқанда 6 тоқсым жүреді. Енді бұндағы датчиктер 1 болтпен бекитін және 2 болтпен бекитін болып бөлінеді көп жағдайда. Енді бұл барыстағы ток сымдардың үзілуінен скоросттар дұрыс көрсетпей қалады. Енді бұл шестернадағы септің үзілуінен және тас қиыршықтарының қысылуынан бұл жердегі ток сымдар үзіліп кетеді. Сол себепті бірдей көрсетеді, немесе басқалай көрсетеді. Сондай жағдайларда тек осы жерін тексерсеңіздер болады. Бұл қалай тексеру керек? Скоростьтың ток жолының схемасы сызылған арнаулы видео бар. YouTube'қа өтіп, сол жерден көрсеңіздер де болады. Келесі видеода кездескенше сау, саламат болыңыздар. Каналға жазылып, қолдап отырыңыздар.